Сәлем достар. Мен сіздерге Грузия асханасынан бір тағам ұсынғым келеді. Өте дәмді, жасап көрсеңіздер болады. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Бізге оған тауықтың бір бөлшегі, немесе тауықты алсаңыздар да болады бүтіндей, және сүт, сұйық май, су, бұрыш, чеснок, тұз керек. Ең алдымен біз осылай тауығымызды тұздап, бұрыштап, аздап сұйық маймен жақсылап араластырып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін сковородкаға қуырып алуға болады, немесе духовкаға салып, духовкада да пісіруге болады. 200 градуста 30-40 минут пісіресіз. Сковородкада қызартып қуырып, одан кейін барып духовкаға салсаңыз да болады. Өз қалауыңыз бойынша жасасаңыз болады. Мен сковородкаға енді соусын дайындаймын. Соусқа сүт пен суды құйып, одан кейін чеснокты үккіштен өткізіп, 2 тал чеснок қостым. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Егер тауықты бүтіндей жасасаңыз, 4-5 тал чеснок қосасыз. Соусты сливкимен де жасауға болады. Мен өзіміздің қолжетімді сүтпен, сумен жасадым. Және осы соусымызға кинза, укроп сияқты зелендерді қосуымызға болады. Өте дәмді шығады олайда. Осылай қайнағанға дейін бетін жауып қоямыз. Соусты тауық пісуге 5-10 минут қалғанда ғана жасасаңыз болады. Өйткені екеуі де қайнап тұру керек, ыстықтай құюымыз керек. Мінекей тауығымыз пісті. Енді осыны соусымызға саламыз. Керісінше немесе духовкадағы жаңағы пісіп жатқан табамызға соусты құйып жасасаңыз да болады. Және бірден оттың астын өшіріп 5-10 минутқа сол өзінің ыстық табада бұқтырып қойып қоямыз. Тауыққа соусымыз жақсы сіңеді. Табамыз қалың болғаны жақсы, сонда ыстықты ұзақ сақтап тұрады және тауыққа жақсы сіңеді. Грузия халқы бұл тамақты ешқандай гарнирсіз жасайды, ал біз осылай күріш немесе пюре өз қалауыңыз бойынша гарнир жасасаңыз болады. Чеснок көп болып кетеді деп уайымдамасаңыз болады, өйткені сүтке салынғаннан кейін чесноктың ащы дәмі кетеді. Өте оңай, қарапайым, тез дайындалатын тағам. Жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.